Сәлеметсіздер ме, балалар? Барлығымыз қол ұстасып, көңілді шеңберге тұрамыз. Жиналдық біз шеңберге, сен досым, мен досым. Қатты қолмен ұстасамыз, бір-бірімізге көңіл ашамыз. Бізге қонаққа келді жыл атасы. Ол сендерді қысқы орманға, жабайы аңдар қалай қыста өмір сүретінін білуге саяхатқа шақырады. Әр аңда өз мінезі бар. Сол туралы айтып өтейін. Кәне балалар, бір ойын ойнайық. Кім қандай? Мен сендерге жануарлардың мінезін айтамын. Бір сөзбен сендер қай жануар туралы айтқанымды шешесіңдер. Зұлым. Бұл қандай жануар? Дұрыс, балалар, қасқыр. Қорқақ. Дұрыс, қоян ол. Маймақ. Дұрыс, бұл аю. Қу. Дұрыс, балалар, бұл түлкі. Міне, балалар, біз қысқы орманға келіп қалдық. Қалай ойлайсыңдар, балалар? Біз нені орманда кездестіреміз? Мен сендерге жұмбақ жасырамын, сендер шешесіңдер. Жұмсақ тонда мен жүремін, жаңғақтарды кеміремін, қалың орманда мен тұрамын. Бұл не, балалар? Дұрыс, бұл тиын. Күзде тиын қысқыға дайындалады. Қалай қысқыға дайындалады? Дұрыс, балалар. Тиын күзде жүнін ауыстырады. Тоқ сары түсі оның болады. Жаңа сүр түс өседі. Және жылы болады. Қалай тиын тағы қысқыға дайындалады? Дұрыс, балалар. Тиын қысқыға жаңғақтарды және саңырауқұлақтарды жинайды. Ой, балалар, бұл қандай қызық іздер? Мен сендерге тағы жұмбақ жасырамын, ал сендер шешуге тырысыңдар. Содан біз білеміз. Ненің ісі екен? Құлағы басынан үлкен. Өзі қорқады бәрліктерінен. Бұл не? Керемет, балалар, бұл қоян. Қоян да қысқыға дайындалады. Бірақ та қоян тиын сияқты қысқыға дайындық жасамайды. Ол ағаштың қабығын кеміреді қыста. Қоян күзде жүнін ауыстырады. Қоянда жылы жүн өседі. Қалай ойлайсыңдар? Не үшін? Дұрыс, балалар, қыста суық болмағандай. Қоян жүнін ақ түске ауыстырады. Қалай ойлайсыңдар? Неге ауыстырады ақ түске? Дұрыс. Ақ қарда қоянды қасқырлар түлкі көрмегенде. Ал енді сергіту сәтін орындайық. Ұзын құлақ сұр қоян естіп қалып сыбдырды. Ойлы қырлы жерлермен ытқып жүгірді. Қарап еді артынан, қиығын салып көзінің, келе жатыр томпандап, көжек екен өзінің. Қоянда көп жаулар бар орманда. Оларды біз жұмбақ арқылы табамыз. Ал жұмбақты тыңдаңдар. Өзі қу, жүрген жері айқай шу. Бұл не? Дұрыс, балалар, бұл түлкі. Түлкі қысқыға дайындық жасамайды. Ол басқа аңдарды аулайды орманда. Түлкі қандай жүнге күзгі жүнін ауыстырады? Дұрыс, балалар, жылы жүн шығады ода. Қыста түлкінің аяқтарында жүн өседі. Қар басқанда суық болмағандай. Солай түлкі пимада сияқты жүреді. Балалар, жаңа не жүгіріп өтті? Дұрыс, балалар, бұл қасқыр. Қалай қасқыр қысқыға дайындалады? Дұрыс, жүнін ауыстырады, жылы жүн өседі. Қасқыр ол жыртқыш аң. Ол қыста басқа аңдарды және үлкен орман құстарды аулайды.
Балалар, қандай аңдарды қысқы орманда кездестірген жоқпыз? Жұмбақты шешуге тырысыңдар. Сонда білесіңдер, қандай аңдарды біз кездестірген жоқпыз. Не қылған жануар? 1000 инесі бар. Ұстасам қолға кіреді. Бұл не? Дұрыс балалар, бұл күрпі. Балалар, тағы қандай жануарды біз кездестірген жоқпыз? Жұмбақ. Қар үйде қыста ұйықтайды, көктем келгенде оянады. Бұл не? Дұрыс балалар, бұл аю. Кірпілер және аюлар қыста ұйықтайды. Күзде олар тамаққа тойып жатады. Қыс бойы ұйықтайды. Сол себептен қысқыға дайындық жасамайды. Балалар, дидактикалық ойын ойнайық. Жануарлар және олардың төлдері. Ойынның шарты. Мен сендерге жабайы аңдарды атаймын және суретін көрсетеміз. Сендер олардың төлдерін атап өтулерің керек. Тиін. Дұрыс, тиіннің төлі. Қоян. Дұрыс балалар, көшек. Түлкі. Дұрыс, бұл түлкішен. Қасқыр. Дұрыс балалар, бұл бөлдірік. Аю. Дұрыс, қонжық. Кірпі. Дұрыс балалар, кірпінің төлдері. Ал балалар, жыл атасымен қоштасамыз. Қысқы орманнан топқа оралайық. Балалар, біз қайда саяхатқа бардық? Дұрыс, қысқы орманға. Бәрекелді. Қандай жануарларды кездестірдік? Дұрыс, қоян, қасқыр, түлкі, аю, кірпі. Сендерге ұнады деп ойлаймын біздің қысқы орманға саяхат. Енді балалар, белсенді сабаққа қатысқан үшін мен сендерге көңілді смайлик сыйлаймын. Сау болыңдар балалар.